Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: "Ман хуримаха фақад хуримал хайра куллах, ва ла юхраму хайраха илля махрум" дейді. Рамазан айы деген ай бар дейді, сендер кеп тұрған. Сол Рамазанның ішінде қадыр деген түн бар дейді. Сол қадыр түнінен кім махрум қалса, ол бүкіл жақсылықтан махрум қалып қапты дейді. Бірақ бұның жақсылығынан, берекесінен махрум қалмайды. Егер махрум қалса, ең қасіретке ұшыраған, ең болмай қалған адам ғана махрум болып қалуы мүмкін. Әйтпесе негізі жай адам бұдан махрум қала қоймас дейді. Көпшілік мұсылмандар бұдан махрум қалмайды, бірақ махрум қалса тек қана ғамсыз, бейғам адам ғана махрум қалуы мүмкін деген сияқты. Бұл енді қадір түнінде пайғамбар алейхиссалату вассалам біздерге бір жақсы дұға үйреткен. Айша анамызға пайғамбар алейхиссалату вассалам былай деп дұға жаса деп үйреткен екен: Аллахумма иннака афуун карим, тухиббул афуа фаъфу анна. Ей Алла тағалам, сен кешірімдісің ғой, және де кешіргенді жақсы көресің ғой, бізді де кешіре көрші деген дұға бар дейді. Міне осы қадір түнінде ғалымдар айтады, кешірім көп сұрау керек дейді. Өйткені бағана хадисте айтты ғой, кім-де-кім қадір түнінде тұрып берсе, бұрынғы күнәларының барлығы кешіреді деп. Сондықтан да бұл түнде ғалымдар айтады, көбірек истихфар, көбірек тәубе, көбірек кешірім, және де өзің үшін бірінші кезекте, одан кейін өзіңнің жақындарың үшін, және де бүкіл үмбет үшін кешірім сұрау керек дейді. Бұл сондай қадір түні өте берекелі, өте қайырлы түн. Бұл түнді барынша ғибадат құлшылықпен өткізуіміз керек. Енді бұл түннің белгілері бар. Оны ғалымдар пайғамбар алейхиссалату вассаламда айтып кеткен. Бұл белгілерді біз екіге бөліп қарастырсақ болады. Бір белгілері түнде көрінетін белгілер, сол түнде. Екінші белгілері сол түн біткеннен кейін көрінетін белгілер. Бірінші белгілерін ғалымдар айтады, фаиннаха лайлатун балжа ва сафия дейді. Ол сондай түн дейді. Ол түн өте нұрлы, өте жарық болады дейді. Фаиннаха лайлатун сахиятун ва сакина дейді. Одан кейін ол түннің тағы да бір ерекшелігі, ол түн ашық болады дейді. Және де тыныш болады дейді. Фаиннаха лайлатун ла харра фиха ва ла барда. Ол түн сондай түн дейді. Ол түнде суық та болмайды, ол түнде ыстық та болмайды дейді. Осындай орташа болады дейді. Түн біткеннен кейінгі белгілері болады екен да. О жердегі белгісі күн шыққан кезде ай сияқты ешқандай нұр шашпай, шуақ шашпай шығады екен. Және де ол түнде жұлдыз болмайды екен. Ол түнде жел болмайды екен. Ол түнде тыныш болады екен да. Одан кейін ол түнде жаңағы күннің нұр шашып шықпауының себебі, ол түні періштелердің жер бетінен қайтадан аспанға көтеріліп қайтып жатқан сәттерінде анау нұр, күннен шығатын нұр, періштелермен шағылысып шыға алмай қалады екен да. Өткені айттық қой, жаңа періштелер өте көп қайтады деп ше. Таназзалул малаикату вар руху фиха биизни раббихим мин кулли амр. Саламун хия хатта матлаил фаджр. Ол түн амандық, бейбітшілік түні болады. Таң арайлап атқанға дейін деді. Бұдан түсінуге болады, періштелер түні бойы болады да, осы жерде куә болып, ғибадат құлшылық жасап жатқан мұсылмандарға куә болып, куәгер болып жүреді де, осы жердің бетін аралап, жерге сыймай, аспанға сыймай, былайша айтқан. Одан кейін барып ақырындап түн бітіп, таң арайлап ата бастаған кезде олар қайта бастайды да. Сол кезде күнмен бірге шағылысқан жаңа періштелердің нұры, періштелер нұрдан жаралған жаратылыстар. Күннің нұрын басып тастайды екен де, былайша айтқанда. Осындай да пікір бар да. Енді осы белгілерді бір адамдар кейбір мұсылмандарға Алла тағала көрсетіп қояды екен. Кейбір мұсылмандар оны байқамай да қалады екен. Сол таңдаулы мұсылмандардың арасында Алла тағала көрсетіп қояды ғой белгілерін. Анау кейбір жамағаттар бар, күндерді аңдап жүреді. Қалай шықты екен, қалай нетті екен деп, жұлдыз болды ма, болмады ма, аспан ашық болды ма, ашық болмады ма, түн тыныш болды ма, тыныш болмады ма, жел болды ма, болмады ма деп ше, салқын болды ма, ыстық болды ма деп, осылайынан белгілерін қарап, зерттеп жүретін жамағаттар бар. Сол сияқты жамағаттарға Ибн Хаджар ал-Асқалани деген ғалым айтады, ондай белгіні көрсе де ол адам дейді, ешкімге айтпасын дейді. Бұл жердегі даналық мән мағына мынада дейді. Оның айтпауы. Біріншісі, ішінде шухра пайда болып, тәкаппарлық пайда болып, мен көрдім деп қалмас үшін дейді. Тәкаппарлықтан өзін сақтау үшін. Жүрегіне дерт кіргізіп алмас үшін. Мен басқалардан абзалырақ екенмін деп қалмас үшін мұсылман. Өйткені мұсылмандардың барлығы бірдей ғой.
тек қана тақуалықта ғана біз арамызда бір-бірімізден Алланың алдында абыройға ие боламыз. Екіншіден, айтпай ақ қойсын, мұсылмандардың көңілін қалдырып алмасын. Мен көрдім, сендер көре алмай қалдың деп, қалған мұсылмандардың көңілі босап қалмас үшін дейді.